Өзім көретін бір блогердан осындай овсяной печеньенің рецептісін көріп жасап көріп едім. Қатты ұнады дәмі. Килограммовый печенье бар ғой, шоколадный. Микси Макс деген сондай злаковый печенье. Шоколад тура соның дәмі сияқты, өте қатты ұнады дәмі. Соны жасап көрдім. Ол үшін алдымен овсянканы жақсылап ұнтақтап алдым да, кейін сары майға, өзіміздің сливочный маслоға қант қостым, корица қостым және ванильді қант қостым. Және какао қосып, барлығын жақсылап тұрып араластырып алдым. Барлығын жақсылап араластырғаннан кейін жаңағы ұнтақтап алған овсянкамызды қосатын боламыз. Мен бұл жерде басында процесте қопсытқышты қосуды ұмытып кеттім. Сол себепті овсянканы қосқан кезде қопсытқышты бірге қостым, разрыхлительді. Содан кейін осылай жақсылап араластырып алдым. Ұнтақтаған овсянканы 2-3 бөліп қостым мен. 2-3 бөліп қостым, содан кейін жаңағы қопсытқышты қосып, жақсылап араластырдым да, жұмыртқа қостым, 2 жұмыртқа. Содан кейін өстіп, жақсылап тұрып, араластырып алдым. Нан илегенде етіп, кәдімгідей илеп аласыздар. Өте тығыз болып шықса, жақсы, кітірлік, айбат болып шығады. Ана Микси Макс деген печенье злаковый қытыр-қытыр етіп тұрады ғой, қытырлап ше. Тура сол сияқты кітірлеп, овсянканың дәмі шығып, шоколадный болып, ерекше енді дәмі айта алмаймын. Егер ана печеньені жеп көрген болсаңыздар, Микси Максты килограммовый, онда түсінеді деп ойлаймын сіздерді. Осылай формочкалар жасап алдым, дөңгелетіп, одан кейін вилкамен үстінен өстіп, қасықпен басып, біркелкі дөңгелек етіп, барлығын бір қалыпқа келтіріп алдым. Достар, мен видеомды көріп отқан болсаңыздар, соңына дейін көріңіздер, және комментарийға бөлісе кетіңіздер. Арнама тіркеліп алыңыздар, келесі оңай осындай рецепттерді жоғалтып алмас үшін. Өстіп барлығын басып шығамыз, бір формаға келтіріп алып, содан кейін 180 градусқа 20 минут пісіріп аласыз. Өзіңіздің духовкаңыздың тіліне қарай теңшеп аласыздар. Өйткені тез піседі печенье. Тіпті 15-18 минут пісірсеңіздер де жетіп қалар. Тез пісетін печенье болғаннан кейін азанғы шайға пісіріп едім, бірден жоқ болып кетті. Менің видеомды соңына дейін көргендеріңізге рахмет.